Сұлулығымен көз арбайтын, әйгілі Мэрилин Монроға қатты ұқсайтын Гавана есімді аққұба қыз атақ даңқты және байлықты армандайтын. Бір күні Гавана өзін бастығы ренжіткендей көрсетіп, көз жасын көл қылып, бастығы Грисонның көңілін басқаға бұрып тұрады. Дәл осы сәтте оның жігіті Питер парктың кассасына жасырын кіріп, сейфтегі ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны тонап кетеді. Бұл жас жұп өздерінің қылмысын мінсіз өтті деп ойлайды. Себебі олардың пайымдауынша бастығы Грисон сейфтің кілтін нақты кім алғанын көресі мүмкін емес еді. Бірақ олар қатты қателескен болатын. Келесі күні таңертең Питердің суреті барлық газеттердің басты бетіне шығып кетеді. Тонау кезінде ол бақылау камерасын байқамай қалған екен. Енді бұл қалада қалу аса қауіпті, сондықтан қылмыскер жағдай тынышталғанша бас сауғалап қашуға мәжбүр болады. Олар Канадаға өтіп, Питердің балалық шағы өткен діни қауымдастыққа тығылуды жөн көреді. Олар телефон, газет, теледидар сияқты өркениеттің ешқандай игілігін мойындамайды. Қауымдастық мүшелері тек өздері еккен өнімдерді жеп, нанды пешке қолмен пісіреді және мал шаруашылығымен айналысады. Заманауи, еркіндікті сүйетін Гавана үшін мұндай жағдайда өмір сүру нағыз тозақпен тең еді. Бірақ дәл қазір олар үшін бұдан сенімдірек тығылатын жер жоқ. Жолда бара жатқанда Гавана Питерден ұрланған ақшаның жартысын бөліп беруді талап етіп, жанжал шығарады. Жас әйел өз үлесін алып, Голливудқа жалғыз кетіп, өмірін жаңадан бастағысы келеді. Алайда Питер оған мүлдем сенбейді. Ол қыздың ақшаны алып, өзін сатып кететінін жақсы біледі. Сондықтан оны бақылауда ұстау үшін қасында қалдыруды жөн көреді. Көліктен түскен сәттен бастап Гавана бұл жерді қалай жек көретінін жасырмай, ашық айта бастайды. Осы кезде олардың алдынан Питердің 12 жасар інісі Эзекил жүгіріп шығады. Ол көптен көрмеген туған ағасын көріп, қуаныштан мойнына асыла кетеді. Үйден шыққан анасы да 3 жыл бұрын кетіп қалған үлкен ұлының тірі оралғанына сене алмай, көз жасына ерік береді. Питер отбасына өзінің тәні басқа жақта жүрсе де, жаны әрдайым туғандармен бірге болғанын айтып, ақталуға тырысады. Анасы Питердің сөзін бөліп, дереу қауымдастық ақсақалдарына барып, рұқсат сұрауды бұйырады. Питер айтқанды істеп, өзінің немере ағасы, қауымдастықтың басшысы Вильгельм ақсақалдың алдына барады. Вильгельм оны суық қарсы алып, сыртқы әлемнен не үйренгенін сұрайды. Питер басын төмен түсіріп, сыртта жүріп, өзін танығанын айтып, кішіпейілділік танытады. Мұны естіген ақсақалдың жүрегі жібіп, жиенінің адасқанын түсініп, оны үйіне қайта қабылдайтынын айтады. Дәл осы сәтте бөлмеге Гавана ашуланып кіреді. Ол Питердің өзін көлік ішінде жалғыз қалдырып кеткеніне қатты залы еді. Гавананың үстіндегі ашық шашық көйлегін, бояуын көрген діндар ақсақалдар аң-таң болып қалады. Питер ұяттан өртене жаздап, Гавананы сыртқа қарай сүйрей жөнеледі. Ол қызға айқайлап, оның бұл қылығы бүкіл жоспарды құрта жаздағанын айтады. Бұл мекенде мұндай жеңілтек киіммен жүруге ешкім рұқсат бермейді. Оның үстіне мұнда некесіз қатынасқа тыйым салынған. Ақсақалдардың күдігін сейілту үшін Питер Гавананы өзінің болашақ жары ретінде таныстыруға мәжбүр болады. Вильгельм ақсақал бұл әйелдің олардың діндар адамдарына мүлдем ұқсамайтынын ескертеді. Бірақ Питер тапқырлық танытып, бұл қыз менің төзімімді тексеру үшін Құдай тарапынан жіберілген сынақ. Ол өзінің өткен өміріне өкініп, мінезін өзгертуге уәде берді деп өтірікті соғады. Қауымдастық мүшелері Гаванаға таңырқай қарайды, алайда қыз бұл сандыраққа іштей ыза болып тұрады. Ақыры Вильгельм ақсақал Гавананың қауымдастықта қалуына рұқсат береді, бірақ шарт қояды. Ол осы жердің барлық қатаң ережелерін орындап, Құдайдың заңымен өмір сүруі тиіс. Сондай-ақ олардың некесіз бір үйде тұруына жол берілмейді. Сондықтан екеуі тез арада үйленуі керек. Осы уақытта ақш-та полиция бастығы Купер аттракцион паркін тонау ісін тергеуді ФБР-дің тәжірибелі агенті Мурковскийге тапсырады. Мурковский бұл тапсырмаға қатты наразы болады, өйткені мұндай тонау ісі жаңадан келгендердің жұмысы. Бірақ Купер оның жаңа Орлеандағы қателігінен кейін беделі түскенін, қазір қарапайым Айова штатында отырғанын есіне салады. Сондықтан Мурковский ешқандай сылтаусыз, қылмыскер Питер мен оның сыбайлас әйелін ұстау үшін дереу Канадаға аттануы тиіс. Қауымдастықта түн ортасы болады. Питердің ұйықтап жатқанын күткен Гавана бөлмеден ақырын шығып, үйдің астын үстін келтіріп ақша іздеуге кіріседі. Ол барлық бұрышты қарайды, бірақ ештеңе таба алмайды. Түн баласы сәтсіз аяқталып, амалдың жоқтығынан ол осы жек көрінішті жерде біраз уақыт қалуға көнуге мәжбүр болады. Келесі күні қауымдастықтың дәстүрі бойынша әйелдер жиналып, Гавананың үйлену көйлегін тігуге кіріседі. Гавана оларға өзінің заманауи сән үлгісін түсіндіріп әлек болады. Алайда діндар әйелдер оның айтқанын тыңдамайды. 12 жасар Эзекил ағасының бұл таңдауын мүлдем құптамайды, бірақ ол әлі тым жас болғандықтан оның пікіріне ешкім құлақ аспады. Вильгельм ақсақал жастарды алдына тұрғызып, Питер мен Гаванадан кезекпен серт бересіңдер ме деп сұрайды. Басқа амалы қалмаған екі алаяқта өз рөлдерін соңына дейін ойнап, жұрттың алдында иә деп жауап береді. Осы қауымдастықтың тағы бір бұлжымас дәстүрі бойынша, неке қиылғаннан кейін әйел күйеуіне өз қолымен ас дайындап, оған үстел басында қызмет етуі керек.
Бұл ереже Гавана үшін мүлдем жат әрі қорлық болып көрінеді. Эзекил ағасының бұл қылығына қарап, оны мына сауатсыз қыз сиқырлап, басын айналдырып алған деп есептейді. Ол ағасының 3 жыл бойы өз отбасын ұмытып, осындай әйелді таңдағанына іштей қатты ренжиді. Бірақ баланың ақсақалдардың шешіміне ешқандай ықпалы жүрмейтін еді. Питер інісінің көңілін аулау үшін оны көлікпен қалаға серуендетіп қайтуды ұсынады. Жолда бара жатқанда Эзекил ағасынан неге дәл осы әйелді таңдағанын сұрайды. Киелі кітапта жарыңның бойында мейірімділік пен пәктік болуы керек деп жазылған. Ал бұл қызда оның бірі де жоқ қой дейді. Питер інісіне жылы жымиып, уақыт өте келе оның бойынан бұл қасиеттердің бәрін көретінін айтады. Сосын інісіне қаладан балмұздақ сатып ал деп ақша ұстатады. Бұл қауымдастықта ақша қолданылмайтындықтан бала үшін бұл үлкен жаңалық болады. Эзекил қаланың көшелерінде қыдырып жүргенде, Питер жергілікті барлардың біріне кіріп, ішімдікке сылқия тояды. Дәл осы кезде бардағы теледидардан Айова штатындағы аттракцион паркін тонаған қылмыскерлер туралы шұғыл жаңалықтар көрсетіле бастайды. Ол көлікке отырып, ессіз жылдамдықпен айдай жөнеледі. Жанында отырған інісіне бұл жерден дереу қашу керектігін айтып айқайлайды. Эзекил ағасының берген уәдесінде тұрмай, тағы да қашқанына залып, оны жек көретінін бетіне айтады. Дәл осы сәтте мас Питер рульге ие бола алмай, көлік үлкен жылдамдықпен жолдан шығып, аударылады. Ол ешкім жоқта үйді қайтадан тінтіп, ақша іздеуін жалғастыра береді. Әйелдің жалғыз арманы сол ақшаны тауып, бұл қорқынышты мекеннен мәңгілікке құтылу еді. Жерлеуден кейін Вильгельм ақсақал Гаванаға келіп қайғысына ортақтасатынын айтады. Бірақ сонымен бірге қауымдастықтың заңын жеткізеді. Енді Эзекил өз отбасының алдындағы парызын өтеп, марқұм ағасының жесіріне, яғни Гаванаға үйленуі тиіс. Гавана мұны естігенде есінен танып қала жаздайды. Себебі Эзекил әлі 12 жастағы бала ғой. Ақсақал егер Гавана бұл заңнан бас тартса, қауымдастықтан дереу кетуі керектігін ескертеді, оның қолына $100 ұстатады. Эзекил де жылап, немере ағасына жалынады, ол әлі бала екенін, үйленгісі келмейтінін айтады. Бірақ Вильгельм бұл құдайдың заңы екенін, оған қарсы шығуға ешкімнің хақысы жоғын түсіндіреді. Гавана бас тартса да, Эзекил қауымдастық мүшелерінің алдында оның қолын сұрауға міндетті болады. Осы кезде күтпеген оқиға болады. Бәрі Гавана қауымдастықтан кетіп қалады деп ойлағанда, ол кенеттен үйленуге өз келісімін береді. Гавана өзінің қауымдастық заңдарын түсінгенін, тура жолды тапқанын, сондықтан осы жерде қалудың жалғыз жолы Эзекилге тұрмысқа шығу болса, ол бұған дайын екенін айтады. Мұндай масқараны естігенде, 12 жасар Эзекил шошынғаннан есінен танып, жерге құлап түседі. Қауымдастықтың басқа мүшелері бұл некеге қатты наразы болып, Вильгельмге мұндай масқараға қалай жол бергенін айтып айқайлайды. Бірақ ақсақал байсалдылық танытып, құдайдың әміріне күмән келтіруге ешкімнің құқығы жоқтығын айтады. Үйлену рәсімі өте тез арада ұйымдастырылады. Бақытсыз Эзекил өз тағдырына көніп, заттарын салып, әйелінің үйіне көшіп келеді. Көшедегі үлкен жігіттер оны көріп, келемеждеп күледі. Олар баладан еркектің міндетін білесің бе, көмек керек емес пе деп мазақтайды. Эзекил бұл ауыр сөздердің бәріне үнсіз шыдап бағады. Келесі күні таңғы сағат 6-да Эзекил әйелін оятуға келеді. Себебі қауымдастықтың заңы бойынша барлық адамдар шіркеуге таңғы мінәжатқа баруы тиіс еді. Бірақ төсекте жатқан Гавана оған жастықпен атып ұрып, мұндай жабайы тәртіпке ешқашан бағынбайтынын айтып, тұрмай қояды. Шіркеуде Вильгельм ақсақал жиеннің әйелі жоқ екенін көріп, ренішін білдіреді. Эзекил өзін қорғап, оны оятпақ болғанын, бірақ әйелінің мінезі өте бірбетке екенін айтады. Вильгельм оған үйленген еркек әйел үшін толық жауапты екенін түсіндіреді. Әйелі өзінен үлкен болса да, Эзекил оған қауымдастықтың салт дәстүрлерін үйретуге міндетті болады. Сондай-ақ, Гавана да үй шаруасымен айналысуы керек еді. Бірақ ол ештеңе істегісі келмейді. Эзекилдің сұрағанына мүлдем құлақ аспайды. Кейінірек бала үйді тазалап жүріп, кездейсоқ еден астындағы құпия орынды тауып алады. Оның ішінде Питердің тонап әкелген бүкіл долларлары жатыр еді. Гавана ештеңе істемегендіктен, Эзекил ауладағы гүлзарларды өзі жалғыз жөндеп, шөбін жұлуға мәжбүр болады. Негізі бұл қауымдастықта мұндай жұмыс тек әйелдердің ісі деп саналатын. Бала әйелін еңбекке баулу үшін қулыққа көшеді. Ол Гавана байқамай тұрғанда гүлзардың ішіне, жердің арасына $100 бірнеше купюраларды тығып тастайды. Гавана аулаға шығып, гүлдердің арасынан жерге көмілген ақшаларды көріп қалғанда, көздері ұясынан шыға жаздайды. Ол Питер ақшаны осы бақшаның ішіне көміп кеткен екен деп ойлап қалады. Содан кейін ол Эзекилге айқайлап, бұдан бұлай бақшаның шөбін тек өзі ғана жұлатынын айтады. Эзекилдің бұл қулығы іске асар еді, бірақ ол кенеттен өзінің қалтасынан тағы бір купюраны түсіріп алып, қулығын әшкерелеп алады. Бала ақшаны сақтап береді, бірақ ол үшін Гавана бұдан бұлай үлгілі әйелдің рөлін атқаруы тиіс. Басқа амалы қалмаған Гавана шартты қабылдап, күні бойы бел жазбай еңбек етуге кіріседі. Ол үлкен легенмен кір жуады, картоптардың түбін көмеді. Ол заманауи әлемде еркектер мен әйелдер тең болса, бұл жерде неге бүкіл ауыр жұмыс әйелдердің мойнына жүктелгеніне іштей таңғалады. Гавана ауыр болса да жақсы әйел болуға тырысады. Көшедегі үлкен жігіттер оның Эзекилге қалай қызмет етіп жүргенін көргенде, баланы мазақтауды қойып, керісінше оған қызғанышпен қарай бастайды. Гавана баланың сақтығын жоғалту үшін оған үнемі мақтау сөздерді аямайды. Ол баланың өзіне толық сенгенін күтіп, ақшаны қайда жасырғанын білу үшін оның соңынан аңдып жүреді. Алайда 12 жасар Эзекил ол ойлағаннан әлдеқайда ақылды болып шығады.
Ол ақшаның орнын мүлдем білдірмейді. Өз дәрменсіздігіне ызаланған Гавана тағы да ашуға мінеді. Эзекил де шыдамай, оның күйеуі болу нағыз тозақ екенін бетіне басады. Осы кезде Гавана оған ашық саудаласуды ұсынады. Бала оған ақшаны береді. Ары қарай ол бұл қауымдастықтан бір жолата кетіп, оның өмірінен мәңгілікке жоғалады. Бала бұл жерде ажырасу дегеннің жоқ екенін айтқанда, Гавана Вильгельм ақсақалмен өзі сөйлесіп, бәрін реттейтінін айтады. Эзекил бұл шартқа келісуге шақ қалады. Бірақ дәл осы сәтте ол үйдің ішінен Питердің суреті анық басылған, бетінде аймақтық аттракцион паркін тонаған қарақшылар деп жазылған ескі газетті тауып алады. Бала бұл сұмдықты көргенде шошып кетіп, Гавананың айтқанын тыңдамай, газетті алып дереу ақсақалдарға жүгіреді. Осылайша екеуі ақшаны сөмкеге салып, Америка Құрама Штаттарына қарай жолға шығады. Олар жолда кедендік бақылаудан өтуі керек еді. Гавана Эзекилге шекарашылардың алдында қалай сөйлеу керектігін үйретеді. Ол балаға туыстарымызға қыдырып бара жатырмыз деп айтуды бұйырады. Бала өмірінде бірінші рет өтірік айтуға мәжбүр болғанына іштей қатты қиналады. Шекараға келгенде кеден қызметкері әйел мынадай жап-жас баланың көлік тізгіндеп жүргеніне және оның үстіне қасындағы үлкен әйелмен некеде тұрғанына қарап қатты таңғалады. Оның үстіне Эзекил заманауи әлемнің қарапайым ережелерінен де мүлдем хабарсыз еді. Шекарашылар күдіктенбеу үшін Гавана рульге өзі отыруға мәжбүр болады. Бірақ Гавананың өзі де өмірде көлікті дұрыс айдап көрмеген еді. Көлік үнемі өшіп қалып, жолдың ортасында тұрып қала береді. Дәл осы уақытта ФБР агенті Мурковский Питердің соңынан іздеп, Канададағы қауымдастыққа келіп жетеді. Ақсақал оған Питердің қайтыс болғанын, ал оның жесірі заң бойынша марқұмның інісі Эзекилге тұрмысқа шыққанын айтады. Сондай-ақ олардың Питердің күнәсін жуып, ұрланған ақшаны иесіне қайтару үшін ақшқа жүріп кеткенін жеткізеді. Ал жолда Гавана көлік айдаудан қатты шаршайды. Ауылдан шықпаған Эзекил өмірінде бірінші рет үлкен жүзу бассейнін, заманауи техникаларды көріп, таңғалысын жасыра алмайды. Бұл уақытта Гавана өзінің үстіндегі жиі көрінішті жабық көйлегі мен орамалын шешіп тастайды. Қатты жанжалдасып жатқанына куә болады. Осы кезде қасынан өтіп бара жатқан бейтаныс еркек балаға қарап, өмірде ешқашан үйленбеу керектігін айтады. Осы уақытта бардың ішінде әбден мас болған Гавана қасындағы бейтаныс әйелге өзінің өмірде еркектерден бағы жанбағанын айтып, мұңын шағады. Дәл осы кезде бардың ішінде отырған Линч есімді сымбатты жігіт Гаванаға жақындап, оған қырындап сөз сала бастайды. Әйелін іздеп барға кіріп келген Эзекил өз көзіне өзі сене алмайды. Әйелінің басқа еркекпен сүйісіп жатқанын көрген Эзекил оны дереу тоқтатуды талап етеді. Оның ойынша, Гавана кісі өлтіруден кейінгі ең үлкен күнәні жасады. Гавана амалсыздан онымен бірге қонақ үйдегі бөлмесіне қайтады. Эзекил Гавананың неліктен соншалықты таяз екенін, ер адамды мінезіне қарап емес, сырт келбетіне қарап бағалайтынын түсінбейді. Оның айтуынша, күйеу деген ең алдымен адал, сенімді және қамқор болуы керек. Бұл сөздер Гавананы терең ойға қалдырып, көзіне жас алдырады. Бұл уақытта ФБР агенті Мурковский олардың соңынан қалмай іздеп келе жатады. Оған Гавананың кішкентай балаға тұрмысқа шыққаны әлі де күлкілі әрі абсурд көрінеді. Келесі күні таңертең Гавана Эзекилге бір апта бірге қыдырып, сосын ақшаны тең бөліп алып, екі жаққа кетуді ұсынады. Бала мұны түсінбейді, өйткені ол үшін атақта, ақша да құнды емес, және олар бұл ұрланған ақшаны иесіне қайтаруы керек. Гавана нәпсі мен байлыққа ергісі келмейтін баланың жанында ақшаны ала алмайтынын түсініп, жалғыз қашуды жөн көреді. Олар таңғы ас ішкен дәмхананың ас үйіне барып, қызметкер әйелге жасырын ақша ұстатады да, Эзекилге тамақ беріп, оны автобус аялдамасына апарып тастауын өтінеді. Кішкентай күйеуін жалғыз тастап кету Гаванаға ауыр тисе де, ол өзінің көптен армандаған Голливудтағы әсем өмірін таңдап, ақшамен бірге қашып кетеді. Эзекил күйеулік міндетін орындай алмай, әйелінен айырылып қалғанына мұңайып аялдамада қалады. Көп ұзамай Мурковский Гуттерик баласын тез тауып алады, өйткені оның киімі тобырдың арасында бірден көзге түсетін еді. Агент өзін Гавананың ескі досы ретінде таныстырып, оны бірге іздеуді ұсынады. Бала агенттен әйелінің оны тастап кетпегенін сұрайды. Мурковский күліп, әйел адам еркекті некеге сүйреп апарғаннан кейін, еркек оның кепіліне айналады деп жауап береді. Көп ұзамай Гавана соңынан ФБР агентінің аңдып келе жатқанын байқайды. Мурковский куәлігін көрсетіп, көлікті тоқтатуды талап етеді. Үлкен жылдамдықта қуғын басталады. Гавананы тоқтату үшін Мурковский қаруын көлікте отырған Эзекилге бағыттайды. Атыс пен арпалыс кезінде ФБР агентінің көлігінің дөңгелегі жарылып, Гавана мен Эзекил ақшаны қайта іліп әкетіп, қашып құтылады. Енді Гавана бұл қорқынышты хикаяның тезірек аяқталуы үшін ақшаны шынымен иесіне қайтаруға бел байлайды. Эзекил оны тастап кеткен үшін ренжісе де, Гавананың өзгеріп, дұрыс жолды таңдағанына қуанышты. Олар Айвадағы жәрмеңкеге бет алады. Жолда Эзекил Гаванадан қайтыс болған ағасы Питердің жаман адам болмағанын сұрайды. Гавана Питердің жаман адам болмағанын, тек адамға не дұрыс, не бұрыс екенін айтатын ішкі дауысты тыңдай білмегенін түсіндіреді. Гавана өзінің Мэрилин Монро сияқты болғысы келетін арманымен бөліседі. Эзекил оның кім екенін де білмейді.
Гавана Мэрилиннің ол үшін идеал екенін, өйткені оның гауһар тастары, яхталары, қымбат тондары, бай еркектермен атағы болғанын айтады. Оның тек жақсы отбасы ғана болмаған. Изикиль, олай болса, Мэрилинде ештеңе де болмаған екен дейді. Бұл сөз Гавананың жүрегін елжіретеді. Олар жәрмеңкеге жеткенде, Гавана Изикильге Питердің сыбайласы болғанын толық мойындайды. Егер ол қазір баламен бірге ішке кірсе, оны полиция тұтқындайды. Сондықтан Изикиль ақшаны Грейсонға жалғыз өзі қайтаруы керек болады. Олардың қоштасатын кезі келеді. Саябақта тағы да қуғын мен ақша сөмкесі үшін күрес басталады. Бірлесіп әрекет еткен Гавана мен Изикиль ФТБ агентін тұзаққа түсіреді. Содан кейін жергілікті полиция келеді. Енді Гавананың түрмеге жабылу-жабылмауы тек саябақ бастығы Грейсонның шешіміне байланысты. Егер ол арызын қайтарып алса, Гавана босатылады, өйткені ақша толықтай қайтарылды. Бірақ бұл Гавана үшін маңызды емес еді. Ол үшін ең бастысы Изикильдің амандығы. Ол Изикильді өмірінде көрген ең нағыз, ересек әрі ақылды ер азамат деп санайды. Изикиль Грейсонды әрбір адамның түзелуге, қателігін жөндеуге құқығы бар екеніне көндіреді. Гавана бұрын ашкөз болғанымен қазір өзгерді. Құдай адамдарды кешіруге үйретеді. Баланың бұл сөзі Грейсонды қатты тебіренткені соншалық, ол Гаванаға қойған барлық талаптарынан бас тартады. Қылмыстан тазаланған Гавана Изикильді өз отбасына, гуттериттер қауымдастығына қайта алып келеді. Олардың қоштасуы екеуіне bereavement, қимастық, сыйлайды, бірақ өте ауыр тиеді. 12 жасар Изикиль Гаванаға өмірлік үлкен сабақ үйретті, және шынайы құндылықтардың не екенін көрсетті.